Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Ардақ. Арнама қош келдіңіздер. Арнаға тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Алда сіздермен пайдалы видеолармен бөлісетін боламын. Сіздерге бүгін қазанды үй жағдайында ең оңай әдіспен тазалаудың көрсететін боламын. Мында бізде қазан күнделікті қолданатын қазандарыңыз бар деп ойлаймын үйде әрқайсыларыңызда. Сол қазанның осындай майлы күйе жақтарын барлығын бар болғаны екі затпен кетіретін боламыз. Бізге кір сабын мен осындай темір ысқыш қажет болады. Енді ыдысқа кішкене жылы су құйып аламыз да, темір ысқышты осылай кір сабынға езу арқылы мына кір жерімізді осылай ысқылап, тура видеодағыдай қайталап шығасыздар. Енді мен толықтай сіздерге көрсетіп отырмын мұнда. Өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарай осылай қаттырақ ысқышпен жуып шығасыздар. Сонда біздің осындай негізі бұл әдіс алюминий кастрюль, алюминий қазан, сковородкаға өте керемет әдіс болып келеді. Ешқандай қарайтпайды ыдыстарыңызды. Тура осы әдіспен осылай жуып көрсеңіздер болады. Қазанды әбден астыңғы жағын, үстіңгі жағын, барлық жағын қырып болғаннан кейін жылы суға бірнеше қайта шайқап шығасыздар. Қазандарыңыз осындай көріп тұрғандай жылтырлап, осындай әдемі болып шығады. Қазанымыз көріп тұрғандай жып-жылтыр, тап-таза болып шықты. Астыңғы жағы, жан жағы осы әдіспен үй жағдайында жуып көрсеңіздер болады. Менің видеом сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Алда видеоларды жіберіп алмас үшін арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін.